Сәлеметсіңдер ме, балалар? Математика сабағымызды бастаймыз. Оқулығымыздың 128-ші бетін ашамыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы кесінділерді өлшеу, фигураларды салу. Бүгінгі сабақта сен геометриялық фигураларды салуды үйренесің. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын кесіндінің не екенін есімізге түсіріп алайық. Кесінді ол түзу сызықтың бөлігі. Кесіндінің екі ұшы болады, балалар. Ол нүктелермен белгіленеді. Есімізге түсіріп болған болсақ, онда міне берілген сызып көр тапсырмасын орындайық. Балалар, мына фигураларды қосымша дәптерімізге сызайық. Осы фигуралардың ең қысқа қабырғасы қайсысы? Оның ұзындығын өлшеу керек. Қанекей балалар, мен сендерге уақыт берейін, өлшеп көріңдер. Жақсы балалар, дәптерге фигуралар сызған болсаңдар, олардың ең қысқа қабырғасы қайсысы болды? Тексеріп көрейік. Әрине, ВА қабырғасы ең қысқа қабырға, және келесі фигурада ДК және F қабырғалары ең қысқа қабырғалар болды, балалар. Оны өзіміз әрі қарай ұзындығын біз сызғышпен өлшейміз. Жарайсыңдар, балалар. Келесі тапсырма тышқанның іні. Балалар, тышқанның ініне кіретін барлық жолдардың ұзындығын өлшейміз. Олардың ішіндегі ең қысқасының ұзындығы қайсы? Қандай? Және сол дәптеріңе сондай ең қысқа ұзындығы сондай кесінді салу қажет. Ал қанекей балалар, мен сендерге ойлануға уақыт берейін. Жақсы балалар, тексеріп көрейік. Сендер міне тышқанның ініне кіретін барлық жолдардың ұзындығын өлшедіңдер, олардың ішіндегі ең қысқасы қайсысы екен? Әрине, міне мынау. Ең қысқасы мына жол екен. Демек, осы жолды, яғни дәптеріңе ұзындығы осындай кесінді сызуын қажет. Оны біз жұмыс дәптерінен, яғни қосымша дәптерімізге орындаймыз. Жақсы балалар, келесі тапсырмаға өтейік. Орындап көр тапсырмасы. Балалар, егер тік төртбұрыштың қарама-қарсы бұрышындағы нүктелері кесінділермен қосса, неше үшбұрыш пайда болады? Қанекей балалар, ойланып көрейікші. Мен сендерге ойлануға уақыт берейін. Жақсы балалар. Балалар, тексеріп көрейікші, қанекей. Егер тік төртбұрыштың қарама-қарсы бұрышындағы нүктелерін кесінділермен қосса, қанша үшбұрыш пайда болады екен? Ал, қанекей? Әрине, қанша үшбұрыш пайда болған өздерің білесіңдер. Демек, егер сендер оны білгілерің келсе, бірінші біз қағазға тік төртбұрыш жазамыз. Одан кейін қарама-қарсы бұрыштарын нүктелермен қосамыз. Пайда болған үшбұрыштарды қиып аламыз. Олардан тағы да жаңа фигура құрастырамыз. Осындай фигураларды дәптердің бетіне сызып көресіңдер. Керістік қой, балалар, ендеше келесі тапсырмаға өтейік. Балалар, фигураларды сыз тапсырмасын орындағанда біз оны қосымша дәптерге орындаймыз. Яғни, торкөз міне қағазға мына суреттегідей фигураларды сызып көр. Яғни, біз міне мына торкөзге мына суреттегідей фигураларды салады екенбіз, балалар. Жарайсыңдар. Салып болған болсаңдар, онда жұмыс дәптерімізді ашайық. Жұмыс дәптеріміздің 125-ші бетін ашыңыздар. Балалар, мына берілген фигуралардың көшірмесін
жасаймыз. Яғни қалай жасаймыз бұны? Міне, бізде бірінші жүрекше берілген, е? Біз дәл осы жүрекшені, міне, мына келесі, міне, төр көздерге осының көшірмесін дәл осылай жасауымыз қажет екен. Екінші әсінде де, В-сында да дәл осылай біз екінші көшірмесін жасаймыз. Олар, егер сендер осының барлығын орындаған болсаңдар, үшінші сатыны белгілейсіңдер. Егер сендер жартылай орындаған болсаңдар, яғни жартылай түсінген болсаңдар, екінші сатыны, ал егер ешқайсысын жасай алмасаңдар, онда бірінші сатыны белгілейсіңдер. Әрине, мен сендердің бұл фигуралардың көшірмесін жасай алады деп сенемін. Сәттілік, балалар, сендерге. Келесі 126 беттегі 124 жұмыс парағына назар аударайық. Балалар, берілген шаршыдан өлшемі жағынан кіші болатын шаршы сызуымыз қажет. Және біріншісінде. Ал екіншісінде болса, берілген тік төртбұрыштан өлшемі жағынан үлкен болатын тік төртбұрыш сызуымыз қажет екен. Түсінікті ғой, балалар? Егер түсінікті болса, келесі суретті аяқта тапсырмасын орындайық. Балалар, шаршы мен тік төртбұрыштардан тұратын суреттерді аяқта дейді. Әрине, біз бұны қалай аяқтаймыз? Яғни біз не берілген, мысалы, мына үйшіктің жартысы, қабырғалары, терезесі, олар бітпей қалған, осы суретті аяқтаймыз. Келесісінде де балықта да жан-жағындағы қабырғалары не істелген оның аяқталмай қалған. Келесі сағатта да, қатта және де мына берілген шаршы тік төртбұрыштардың соңына қарай суреттерді аяқтауымыз қажет. Балалар, егер сендер мына тапсырмалардың барлығын орындасаңдар, сендер жоғары үшінші сатыда тұрсыңдар, яғни түсінгенсіңдер. Ал егер сендер жартылай орындасаңдар, онда сендер екінші сатыдасыңдар. Ал егер сендер мүлдем орындамаған болсаңдар, төменгі ең бірінші сатыда тұрған екенсіңдер, балалар. Балалар, мен сендерді әрине барлығын түсініп алды деп ойлаймын. Егер сендер бірінші немесе екінші сатыда тұрған болсаңдар, осы сабақты басынан бастап қайтадан көріп шығуларыңа болады. Балалар, осымен біздің математика сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау